Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздерге ерекше котлет рецебін ұсынамын. Керекті ингредиенттерді видеода және төменде жазып өтемін. Алдымен тауықтың сүбе етін ұсақтап турап аламыз. Бір дана пиязымызды турап аламыз. Сәбізді ұсақ үккіштен өткізіп аламыз. Енді тауық етіне пияз, сәбіз, жұмыртқа дәмдеуіштер қосып араластырамыз. Енді ыдысымызға сұйық май, сары май қосып қыздыруға қоямыз. Котлет формасын келтіріп, екі жағын қызартып пісіріп аламыз. Қуырып алған котлеттерімізді 180 градус қызып тұрған духовкаға 20 минутқа қойып аламыз. Өзіңізге ұнайтын кез келген гарнирмен жеуге ұсынамыз. Сіздерге ас болсын.